Орал қаласында 2000-ға жуық көп қабатты үй болса, солардың әрбір 5-шісінде жедел саты істен шыққан немесе пайдалануға қауіпті. Елімізде тұрғын үй шаруашылығын жаңғырту бағдарламасы жүзеге асырылып жатқанымен кезегін күткен тұрғындар көп. Солардың бірісімен арна тілшілері сұхбат құрып келді. Қала тұрғыны Несібелі Қалмағанбетова Қонаев ықшамауданына қарасты нөмірі 10-шы үйде 17 жылдан бері мекен етеді. Тозығы жеткен жедел саты жиі сынып, тұрғындардың жүйкесін жұқартып болған. Өткен жылдың маусым айынан бері мүлдем істен шыққан. 13 жасар мүгедек баласы бар ана ұлын үйдің 5-ші қабатынан қолмен көтеріп сыртқа шығарумен әлек. Мы живем в этом доме. Мен ұлымды күнделікті оқуына немесе ауруханаға бірнеше мәрте апаруға тура келеді. Ал жедел саты жұмыс істемейді, өте қиын. Бір жылдан бері көрген күніміз осы. Проблема көп, шешілуі аз. Әкімдіктерге айта-айта шаршадық. Енді қайда барып шағымданамыз, білмей отырмыз. Пәтер иелер кооперативі өкілдері өткен жылы үйдегі жедел сатының мүлдем істен шыққаны туралы мәлім еткен. Қалпына келтіру үшін жаңғырту бағдарламасы аясында кезек күту қажеттілігін немесе тұрғындарға қаржы жинауға тура келетінін ескерткен. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына өтініш білдіріп, жауабын күткелі жылға таяды. Үй тұрғындарының біразы зейнеткерлер мен мүмкіндігі шектеулі жандар. Ботагөз Қосжанова осы үйдің 9-шы қабатында тұрады. Қолында сал ауруына шалдыққан жұбайы бар. Сырқат адамды сыртқа алып шығу бір мұң болса, жедел жәрдемді пәтерге шақырту тағы қиын көрінеді. Бұрын дейтін, мына лифтімен түсіріп төменге отырғызып кішкене таңертеңгісін сағат 9-да, сосын түс қайтағысын сағат 4-5-терде шығарып есік алдына шығаратын едім. Қазір далаға шығудан қалды. Қалалық әкімдікке қарасты бөлімдерге шағым түсіргенімен жауап біреу күту керек. Тұрғын үй шаруашылығы жаңғыртуға биыл қаржы қарастырылмаған. Қаражат тек келер жылы шешімін таппақ. Біз әңгімемізге арқа болған Қонаев ықшамауданындағы нөмірі 10-шы үй жедел сатысын жөндеу кезегінде 14-ші тұры. Орал қаласы әкімінің орынбасары Сергей Доляның мәлімдеуінше, жедел сатылар жөндеу мен жаңасына ауыстыру биылша тоқтата тұрудан басқа амал жоқ дейді. Өткені жоғарыда айтқанымыздай қаржы мәселесі шешілмеген. Өткен жылы жалпы саны 7 көп қабатты үйдің жедел сатылары арнайы бағдарлама шеңберінде жаңартылыпты. Лоқпан Елеу, Нұрлан Идеров, Айдос Қайсымов, Ақ Жайық телеарнасы.